Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Назарларыңызға футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 22-ші тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. 15 қыркүйекте Павлодарда жергілікті Ақсу Көкшетаулық Оқжетпес командасын қабылдады. Бұл турнирлік кестенің түбінде келе жатқан аутсайдерлердің кездесуі болған еді. Ойынның алғашқы минуттарында павлодарлық команданың ойыншысы алаңнан қуылды. Ал қонақ команда 34-ші минутта есеп ашады. Гол авторы Сағи Савет. Осы гол матчтың жалғыз голы болып, Оқжетпес маңызды 3 ұпайларына қол жеткізеді. Ал Ақсу турнирлік жағдайын өте қиындатты. Және қазір ол төменгі лигаға ауысатын 3 команданың бірден бір кандидаты болып тұр. Ал Ақтау қаласында тағы 2 аутсайдер команда кездесті. Жергілікті Каспий өз алаңында Мақтарал командасынан 3 ұпай еншілеуге ниеттенген еді. Бірақ ол мүмкін болмай шықты. Керісінше қонақ команда жеңіс ойын жойлап кетті. Мақтаралдың тәжірибелі шабуылшысы Тоқтар Жаңғылышбай 25-ші минутта пенальтиді сәтсіз орындайды. Ал 39-ші минутта оның салған голы қолға байланысты есепке алынбады. Дегенмен қонақтар бірінші таймға қосылған қосымша уақытта гол салып есеп ашады. Гол авторы Жаналық Байрус. Ал екінші таймда ойынның 60-ші минутында Каспий ойыншысы Амандық Набиханов алаңнан қуылып, Мақтарал 80-ші минутта есепті еселейді. Гол салып көзге түскен Сағадат Тұрсынбай. Қорытынды есеп 0-2 Мақтаралдың пайдасына. Каспийдің жағдайы қиындады, ал Мақтарал командасы оны керісінше жақсарта түсті. Атыраудың Мұнайшы стадионында жергілікті Атырау мен Петропавлдық Қызылжар командалары кездесті. Бұл ойында есеп ашылмай, командалар тең тарқасты. Елордалық Астана командасы Қостанайлық Тобылды қабылдады. Чемпионатымыздың бұл топ ойынында чемпиондыққа әлі үміттерін үзбеген астаналықтар ойынның 5-ші минутында есеп ашты. Жылдам голдың авторы гамбиялық легионер Дембо Дарбо. Ал екінші таймда қорғаныста ашыла бастаған Тобыл командасы екінші гол жіберіп алады. Гол салған Астананың солтүстік македониялық ойыншысы Алекса Аманович. Ойынның соңғы минуттарында Тобыл командасы пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Тобылдың ивуарлық шабуылшысы Серж Дебле сәтті орындайды. Қорытынды есеп 2-1 Астананың маңызды жеңісі. Ал турдың орталық матчы ол әрине Ақтөбеде жергілікті команда мен Шымкенттік Ордабасының арасында өтті. Ақтөбе командасы Астана сияқты чемпиондықтан үмітін үзбеген команда еді. Ал чемпионатта бірінші келе жатқан Ордабасы командасы осы ойында жеңіске жеткен жағдайда оны теориялық түрде чемпион деп атай беруге болатын еді. 20-ші минутта Ордабасы капитаны Асхат Тағыберген айып добын сәтті орындап, шымкенттіктер ойында бірінші болып есеп ашады. Үзілістен кейін 63-ші минутта алаңға шыққанына 1 минут болған Ақтөбенің хорватиялық ойыншысы Андреа Филиппович есепті теңестіреді. Ал 81-ші минутта алаңға сол есеп теңестірген Филипповичпен бірге шыққан ивуарлық Нянгло Ақтөбе командасын алға шығарады. Ордабасыға Ақтөбемен тең ойынның өзі де жаман болмаушы еді, және оған қол жеткізетін өте жақсы мүмкіндікте болған. Бірақ капитан Тағыберген 90+8-ші минутта пенальтиден гол сала алмады. Оның соққысын Ақтөбенің қақпашысы Стас Покатилов қайтарды. Қорытынды есеп 2-1 Ақтөбенің пайдасына. Чемпиондық таласта интрига әлі өшкен жоқ. Талдықорған қаласында турнирлік кестенің қауіпті аймағына жақын орналасқан жергілікті Жетісу командасы 5-ші орында келе жатқан Алматылық Қайратты қабылдады. Ойындағы бірінші голды 12-ші минутта алаң иелері салды. Гол авторы Нұрберген Нұрбол. Дегенмен Қайрат сапындағы чемпионаттың үздік сұрмергені бразилиялық Жоау Пауло есепті үзіліске дейін 30-ші минутта теңестіріп кетеді. Ал үзілістен кейін ол тағы да көзге түсіп 62-ші минутта матчтағы дублін рәсімдеді. Қорытынды есеп 1-2 Қайраттың пайдасына. Қайрат турнирлік кестеде Қызылжардан озып 4-ші орынға шығады. Турдың соңғы матчында Қарағандыда Шахтер мен Қызылордалық Қайсар кездеседі. Бірінші тайм 0-0 болып аяқталғанымен, ойынның екінші жартысында 4 гол салынады. Есепті 56-ші минутта турнирлік кестедегі қауіпті аймақтан алыстағысы келетін Шахтер ашады. Гол авторы Юрий Перцух. Оның үстіне 59-ші минутта Қайсар ойыншысы Дидар Жалмұқан екінші сары қағаз алып алаңнан қуылады. Бірақ Қайсар командасы өзінің қайсар мінезін көрсетіп, соның өзінде де есепте алға шығады. 68-ші минутта черногориялық ойыншы Горан Милойко есепті теңестірсе, 70-ші минутта тағы бір легионер Буркина Фасолық Бин Азиз Загре есепті 1-2 қылады. Бірақ алаң иелері матчқа қосылған қосымша уақытта өздерінің екінші голдарын салып, тең ойынға қол жеткізеді. Қорытынды есеп 2-2. Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 22-ші турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестеде көшбасшы команда 49 ұпаймен Шымкенттік Ордабасы командасын өкшелеп келе жатқан Ақтөбе мен Астанада сәйкесінше 44 және 43 ұпайлардан бар. Осы жерде Ақтөбе бір ойынға артық ойнағанын айта кетейік. Ал келесі маусымның Еурокубок турниріне жолдама беріп қалуы мүмкін 4-ші орынға Қайрат пен Қызылжар командалары таласуда. Турнир түбінде 15 ұпаймен Ақсу және
Каспий командалары келеді. Және оған Оқжетпес командасы қосылып тұр. Бірақ көкшетаулық командада 21 ұпай, және ол келесі турларда қазіргі орыннан жоғарылап кетуі әбден мүмкін. Чемпионатымыздың сұрмергендер тізімінде назарларыңызға ұсынамыз. Оны бастап келе жатқан Қайрат командасының бразилиялық шабуылшысы Жоао Пауло. Ол жалпы 16 гол салған, оның 3-ін пенальтиден салған болатын. Осымен футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 22-ші тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.